Всем привет. Мені жақсы естіліп, жақсы көрініп тұрмын. Всем привет. Менің өзім телефонда норм естіліп, норм көрініп тұр. Что-то аз адам отырмыз. Так. У кого тормозит? Кімде қатып тұр, істемей тұр, шығып қайтадан көреміз. Ок. Ага. Так, қазір онда бастай береміз. Всем привет. Hello. How are you? Если барлығы норм естіліп, норм көрініп тұрса, онда плюсикті басамыз, окей? Чатқа. И сөйтіп бастаймыз. Так, по скорости, значит, мен тоже қалып жатқан жоқпын. Да? Окей. Great. Good job. Так, хорошо. Окей. Барлығына сәлем. Бүгін біз давайте өткен сабақты кішкене ревью жасайық. Өткен сабақта біз зат есімдері туралы сөйледік те барлығын бітіріп тастадық, иә? Бізде сонымен зат есімдердің классификациясын үйрендік. Яғни қандай болып бөлінеді екен? Во-первых, зат есімдер қалай бөлінеді? Countable және uncountable болып, иә, саналатын және саналмайтын. Одан кейін зат есімдер countable nouns өзі екіге бөлініп кетеді екен. Plural және singular. Plural деген көпше, singular деген жекеше бір-ақ штук, иә. Плюс сонымен қатар біз plural nouns жасауды үйрендік. Яғни біз көп жағдайда просто s жалғай саламыз, там помните, s, sh, ch, x, o, z болған кезде біз es жалғаймыз, дұрыс па? f, e болған кезде vs, егер дауыссыз және y болған кезде es. Еще irregular nouns-ты үйрендік, иә? Типа child, children, food, feed деген сияқты. Еще не үйрендік. Біз nouns-ны еще abstract, concrete, common, proper, collective болып бөлінетін үйрендік. Тағы да не үйрендік біз? В принципе, осы нәрселерді, иә? Енді біз nouns-ты аяқтадық та, бүгін біз adjectives-қа көшеміз. Adjectives ending ed and ing, adjective order, comparative and superlative adjectives. Okay, so first of all, there is a question. What is the adjective? This is the question for you. Adjective деген не? Давайте сіздер жазыңыздар. Қалай түсінесіздер adjective дегенде, иә? Чатқа. Иә, енді басталды. Adjective деген сын есім, иә? Окей. Сын есім деген не? Сын есім деген кез келген бір какой-то бір зат есімді сипаттайды, иә? Мысалы, мен зат есіммін, мен адаммын, мен қандаймын? Мен ақылдымын, мен әдемімін, мен күштімін, мен өзімді сипаттап тұрмын, иә? Мынау ручка қымбат, мына ручка әдемі, мына ручка қара, тоже сипаттап тұрмыз. Осының барлығы сын есім. Иә, дұрыс, қандай деген сұраққа жауап береді, иә? Енді қарайық. Бүгін осы сын есімнің біз неше түрлерін үйренетін боламыз. Сонымен, мына адамды танитындар бар ма? Бұл Димаш Әділет. И мынау бізде кім? Парам-парам. Мұрат Абділда, иә? Давайте сіздер, өткенде мен сіздерге не жіберген болатынмын? Сын есімдердің тізімін. Давайте сіздер описать етіңіздерші. Димаш Әділет қандай и Мұрат Абділда қандай? Давайте бірінші Димашты описать етеміз. Handsome, дұрыс па? Он красивый. Тағы да не десек болады? Rich, он богатый. Да? Тағы да не деп сипаттасақ болады? Димашты. Muscular десек болады, хорошо. Strong. Тағы да не? Big. Окей, big болсын. I'm a big boy. Handsome, rich, smart. Я, он smart. Он очень умный деп айтады өзі енді. Пупсик. Такого нет. Ну ладно. Attractive. Ой, рахмет, мені пупсик дегендердің үшін деп па? Attractive. Что smart, attractive, что у нас еще cute, pretty, ойбай, мына жақта Димаштың самооценкасы деген. И так жоғары самооценка, вообще космосқа ұшып кеткен шығар. Popular, я. Popular. Что еще? Magnetic, окей.
мә неткен күштіңлер. Cute жаздық, иә біз? Что еще? Аха, окей. Осымен біз Димаштың самооценкасын көтердік. Мына жерде негізі Димаштың орнына менің фоткам болу керек, и мынаның барлығы мен туралы тоже келеді, иә? Просто handsome орнына beautiful, себебі handsome ұлдарға. Вот міне дұрыс айтады, Аружан Қожан берді. Cute, но сізге жетпейді. 5 отыр, деп па? Ал енді Мұрат Әбділда қандай? Мұрат Әбділда, он funny, дұрыс па? Ага, что еще? Бар ол funny басқа. Тағы да қалай сипаттаймыз Мұрат Әбділданы? Talented, окей. Егер ол шетін болса, addictive, да? Addictive это у нас типа андай тез ана не қылатын, бір нәрсеге желіп болатын, сондай. Егер Мұрат Әбділданы clever деп санасаңыздар, пожалуйста, clever болсын, cute болсын. Unfair, неге unfair? Басының жартысы жоқ кетті. Басы болсын. Ага. Strong или weak, иә? Strong. Ладно, strong болсасыншы. Байқысын тоже самооценкасын түсінбей. Angry, хорошо. Какой он еще? Crazy. Weak. Ага. Weak это неделя, а тут шли, ugly демеген да. Красота вещь субъективная. Ол әдемілік ол әркімде әртүрлі болады. Мысалы, біреу үшін Димаш урод болады да. Ойбай, мотиватор деймін. Friendly. Хорошо. Humorous. Окей, тоже келеді. Stranger это типа андай незнакомец деген сияқты. Red flag. Sometimes aggressive. Окей. Aggressive. Қандай еще? Popular тоже келеді, иә? Он не менее популярный, чем Димаш Әділет. Kind. Ага. Ну вот. Давайте бүйтейік. Кімге Димаш Әділет ұнайды, сол жасыл жүрек жіберсін, кімге Мұрат Әбділда ұнайды, сол сары жүрек жіберсін. Не жасайық? Опросик жасайық, иә? Потом ары қарай жылжимыз. Жасыл жүрек Димаш Әділет, сары жүрек бізде так. Мынау бізде жасыл жүрек, ал сары жүрек бізде Мұрат Әбділда. Ойбай. Мам, мына жерде Димашқа қарағанда Мұрат Әбділданың фанаттары көбірек қой. Ё-моё, не болып кетті мына. Қызыл жүрек болса, Уми апай болсын. Так. Қызыл, Уми. Аха. BTS деп тему тығып жатыр, мына жақта кей-поперлер. Мен бұларды танымаймын деймін. Ой. Ладно, кеттік. Сонымен жалғастырайық. Сонымен біз түсіндік, иә? То есть бізде неше түрлі сын-есімдерді біледі екенбіз. Handsome, rich, muscular, strong, angry, crazy, weak и тому подобное. Енді қараңыздар. Бізде мынандай нәрсе бар. Кейбір етістіктер бар бізде. Допустим, interest, иә? Interest это біреуді қызықтыру. Етістік болып тұр, иә? Енді осындай етістіктерден біз сын-есім жасай алады екенбіз. Бірақ сын-есімді қалай жасаймыз? Сын-есімді біз бұған ed немесе оған ing жалғау арқылы жасаймыз. Сол кезде екеуі екі түрлі болып кетеді. Мысалы, қарай. Смотрите, надо бірінші түсіндірейін. ed это когда біреудің сезімін, немесе біреуді сипаттаған кезде. Біреуді сипаттағанда. Ал ing это когда бір нәрсені, бір затты сипаттау. Мысалы, қарайық. Так, подождите. Мына жерден удалим. Мына нәрсені өздеріңізге жазып алсаңыздар, иә? Так. Уборка. Так, енді қараймыз. During other teachers lesson. Мынау міне сіздер, иә? И бұл не істеп тұр? Іші пісіп тұр, иә? Значит, мына жерде не болады? Bored. Видите? Иди. То есть мен мынаны сипаттап тұрмын. Іші пісіп, ұйқысы келіп, қашан бітеді, миым ашып кетті ғой деген сияқты. Ну, енді ладно, жарайды енді осылай боласың, деп па. Но тоже сендер андай страдающий взглядпен
UNT is coming. Енді жақындап келе жатыр деген взгляд, иә. И мына жерде не істеп тұр? Іші пісіп отыр ма? Наоборот, иә. Interested. Яғни қызығып отыр. Видите? То есть мына жерде біз екеуінің немесе студенттердің, оқушылардың эмоцияларын сипаттап отырмыз, олардың сезімін. Ал енді мынаған қарайық. Бізде Soul деген, Душа деген мультфильм көрген шығарсыздар. Егер көрмеген адамдар болса, сөзім жоқ сіздерге. Обязательно көріңіздер. Бүгін кешке отырып, это прям must have. Вот, Душа деген мультфильм және Бизнес по-казахски в Корее деген фильм. Қайсысы? Бұл жерде уже не дейміз? Жаңа жерде бізде bored, interested болса, мына жерде no, interesting. Мынау болса boring, скучный, иә? Видите? То есть қараңыздар, мына жерде бізде егер біріншісінде оқушылардың, студенттердің, допустим, эмоциясын, сезімін сипаттап тұрсақ, he is bored with the lesson. Да, ол ішіп пісіп отырса, he is interested in the lesson. Ол қызығып отыр сабаққа. А мына жерде біз уже фильмді, то есть мультфильмді, фильмді сипаттап тұрмыз. This cartoon is so interesting. Oh my gosh, I like it деген сияқты, иә? А екіншісінде business the movie was boring. I didn't like it at all, иә? Типа, білмеймін енді бұл менің өзім субъективті мнением, маған именно Кореядағысы ұнамады. Вот. Ну, кімге ұнаса, это уже сіздердің вкустарыңыз ғой. Вот сондай. Түсінікті ғой, иә? Біреу үшін ол қызық болуы мүмкін, біреу үшін қызықсыз болуы мүмкін. Короче, мен ойыма келген бірінші нәрсе. Сонымен біз түсіндік, иә? Енді қараңыздар, мына жерде бізде специфик бар. Ну, это не все, но кейбір сын есімдер, иә? Annoyed, яғни, так. Annoyed, это типа, мен уже қанымды шытса, мен андай, ой, блин, как ты меня уже достал, деп отырмын, иә? Annoying, это he's so annoying, деп, иә? Мысалы, допустим, бізде Ерасыл келеді да, Эльмираға келеді да, айтады, күнде қойым, Эльмира, давай бүгін киноға барып қайтайық, Эльмира тамақ ішіп қайтайықшы, Эльмира туалетке барып келейікші, Эльмира бүйтейікші, Эльмира сөйтейікші, күнде Эльмира үй жұмысын жасадың ба, Эльмира маған сабақта смс берші, Эльмира, Ерасыл is so annoying дейді, иә? Вот. Кеттік ары қарай. Bored, boring тоже, я, типа, он заскучавший, boring это скучный, да, кто-то может быть. Confused это такой, confused это мысалы, допустим, Ерасыл Эльмираны жақсы көреді да, бірақ Наргиза ойлайды, что Ерасыл Наргизаны жақсы көреді, и Наргиза Ерасылға жазады. Ерасыл, знаешь, вообще-то у меня есть парень, и не надо, пожалуйста, мне писать, дейді да. Сосын Ерасыл айтады, мен вообще-то Эльмираны ұнатамын, дейді. Наргиза, ой, и Наргиза is confused, иә? Ал confusing, это мен бұл ситуацияға сырттан қарап тұрмын, yeah, the situation is confusing, иә, типа, да, деп, андай, ұятпа қалды деген сияқты, иә, позор. Вот. Тура сол сияқты disappointed, иә? Мысалы, teacher was disappointed because no one did their homework. Мұғалім был разочарован, себебі ешкім жұмысын жасамады, иә? And this job is disappointing. Эта работа разочаровывает, типа не очень. Excited, это мысалы, he was excited. Он вау деп тұрады, мысалы, Ерасылға кім еді жаңағы бізде? Эльмира айтады, ладно, жарайды, бүгін киноға барайық дейді. Ерасыл айтады, вау дейді да, Ерасыл excited, иә? И exciting, допустим, бір трип болуы мүмкін, иә? Мысалы, мен Турцияға барайын деп жатырмын, и my trip was exciting деп айтамыз. Түсінікті ғой, иә? Frightened, frightening, interested. Ну, это ең жиі кездесетіндер. Бұндай негізі көп. Сонымен біз түсіндік, что запомним раз и навсегда. Иди жалғасақ, біз какой-то бір адамның сезімін сипаттап тұрмыз. Ал ing жалғасақ, біз какой-то бір нәрсені, бір затты сипаттап тұрмыз. Түсінікті ғой, иә? Вот. Егер бұл түсінікті болса, онда біз ары қарай жылжиық, иә? Мынау бізде Жигули. Давайте сіздер осы Жигулиден сипаттаңыздар. Мына Жигули қандай? Мына Жигули туралы не айта аласыздар? Во-первых, Жигули көк. Я? Жигули ескі, я. Old. Апай мен эфирде отырмын деп, мен де отырмын. Көк, старый, еще қандай? Железный, я? Қай елде шығарам? Пур, бедный деп енді шлейтіп түсірмесіңдер, Жигулида ол да машина ғой. Old but fast деп қояды. Құрсығын қоймадыңдар ғой енді. Осы Жигулидің де өзінің бір райымы бар шығар. Outdated, vintage дейді, ойбай, the color is blue, ugly. Осы бар ugly дегенге, я, российский, я? Ну, российский дегенде СССРский или там
cheap тоже келе жақсы арзан, иә. Что еще? Железный, потрепанный, квадратный деген сияқты. Тағы да не десек болады. Осындай бізде әртүрлі описаниясы бар. Енді қараңыздар. Қазақ тілінде, орыс тілінде біз бір нәрсені сипаттаған кезде біз айта береміз. Голубой деген синий, иә, андай голубой емес. Синий, старый, дешевый, железный, там, допустим, СССРовский деп, иә, немесе СССРовский синий железный, железный синий СССРовский деген сияқты айта береміз. Ол қазақша тоже самое. Көк СССРда жасалған, андай төртбұрыш, темір, анау мынау деген сияқты. Бірақ ағылшын тілінде ондай тема болмайды. Ағылшын тілінде бізде adjective order деген нәрсе бар. Order деген не? Order деген реттілік. Adjective order. Яғни ағылшын тілінде біз бір нәрсені сипаттаймыз ғой. Сол кезде біз белгілі реттілікті ұстануымыз керекпіз. Допустим, если вы хотите сказать, что Умутжан апай красивая, умная, молодая и желтая десеңдер, иә, сендер осы реттілікпен кетуің керексіңдер. Молодая, красивая, желтая деп айтамайсыңдар, иә, мен сипаттаған кезде енді. Вот. Енді қараңыздар. Бұның негізі осындай реттілігі бар. Олар қандай? Біріншісі opinion, то есть біздің бұл нәрсе туралы какой-то бір ойымыз, иә. Unusual, lovely, beautiful. То есть beautiful, мен жаңа айтқандай, красота вещь субъективная. Біреу бір нәрсені әдемі деп ойлауы мүмкін, біреу онша емес деп ойлауы мүмкін, иә. Smart деген тоже біреу ол үшін умный болуы мүмкін, біреу үшін ол тупой болуы мүмкін деген сияқты. Бізде opinion. Екіншісі бізде size кетеді, яғни размер. То есть большой, маленький, высокий, короткий, я мысалы полторашка болса андай шорт дейміз, иә, адамды. Вот сол сияқты size-ды описывать етеміз. Ары қарай, in my opinion, умный teacher is very beautiful. Ой, ұялтасың, иә, мен сондаймын деп, physical quality және shape. Негізі мен physical quality мен shape'ті бірге жатқызғанды дұрыс деп санаймын, но в принципе без разницы, потому что екеуі қатар тұр. Physical quality это типа худой, толстый, такой типа грязный, мынау деген сияқты. Shape это формасы бір заттың, иә. Physical quality, то есть желательно адамдарға қолданылады. Shape это типа круглый, квадрат, мынау. Келесі age. Age, то есть бір адам ол кәрі, жас болуы мүмкін, бір зат ескі, жаңа болуы мүмкін, иә. Вот. Ары қарай бізде color кетеді, иә. Color'ды my nigga деп отпаңдар. Кез келген нәрсенің түсі, иә. Blue, red, pink, иә. Шымкентский лордкі black деген сияқты. Келесі origin. Origin, яғни бұл нәрсенің шығу тегі. Бізде 90% заттардың барлығының шығу тегі China, иә. Chinese, Japanese, Turkish деген сияқты кете береді. Ары қарай material, яғни қандай материалдан жасалған. Metal, wood, пластик деген сияқты. И там, допустим, металлический, иә, деревянный, пластиктан жасалған деген сияқты. Келесі type, то есть типі қандай. U-shape дейді, four-sided, яғни төрт ненікі дейді, ақпынмен дейді, өстіп өздерін ақтап алады өстіп. Purpose, яғни не нәрсеге арналған соңғысы, иә. Cleaning, hammering, cooking деген сияқты, иә. Вот. Давайте бір нәрсені жасап көрейік. Бірінші мен айтып кеткім келген нәрсе, то, что бізде 10 штук тұр ғой, иә. 10 штуктың сақталуы міндетті емес. То есть, допустим, біз тек қана opinion, shape, color'ды ғана алсақ болады. Немесе size, age, origin. Арасының екі-үшеуін ғана алсақ болады. Главное, реттілік шатаспау керек. Бізде оның қолдану міндетті емес, тек қана осыларды алсақ болады кейбіреулерін. Мысалы, қарап көрейік. Біз кейбіреулерін ғана алып жасаймыз. Opinion, допустим, ugly болсын. Страшный, иә. Соңында noun тұрады, потому что біз 11-ші, потому что біз зат есін сипаттаймыз, дұрыс па? Size давай, хорошо, big болсын. Нет, small болсын. Small. Страшный, маленький. Fat. Страшный, маленький, толстый. Age давай, старый. Old. Ага. Черный болсын. Black. Ага. Chinese болсын. Chinese. Ага. Қараңыздар. Страшный, маленький, толстый, старый, черный, китайский, работающий, working, yeah, purpose, man болсын. То есть, это у нас такой бір кісі. И осы кісіні біз сипаттап тұрмыз. Вот.
қара, кішкентай, толық, кәрі, қара, қытайлық жұмыс жасайтын еркек деп. Примерно түсіндік қой қалай қолданылатын, иә? Енді оқушылар мынандай нәрсе бар. Бұл нәрсені мен сіздерге советовать етейін. Сіздер ертең тестқа кіресіздер ғой, иә? Тестта сіздер мынаны жаттау сіздерге қиын болады. Барлығын. Сол кезде біз мынандай нәрсемен жаттап алсақ болады. Называется... ойбай, мына жерде жазылу тұр екен ғой, так. Называется бұл нәрсе ососком. Так, opinion, size. Так, ососком. Осаком. Асаком деп жаттап алсақ болады. Андай доңғандар егер болса, доңған халқында олар сөйтіп амандасады бір-бірімен. Асаком деп басын өлең келеді. Осаком деп. Working, инжи, затқа қолданылмаймын. Working, түсінбедім. Аяна қайтан сұрағыңыз қайта жесеңіз. Енді қараңыздар, біз осаком деген сөзбен жаттап алсақ болады. O opinion, S size, S shape, A age, C color, O origin, M material. Ең жиі осылар келеді бізден. Сонда бізде егер есіме сақтау қиын болса, біз тестқа кіреміз, сразу оны парақ болады, чернилькасын, осаком деп жазып қоямыз. Кейін бізден ING, что делающий working, бұны мен кейін түсіндіремін, хорошо, бұл participle деген нәрсе, қазір түсіндірсем мияларың ашып кетеді. Сонда қараймыз, мына нәрсеге қайтып келейік. Сонда бізде осаком деп жаттап аламыз, жазып қоямыз, потом уже қарадым, так, O деген opinion, S деген size, S деген shape, A деген age, C деген color, O деген origin, M деген material. ING тек қана затқа емес, ол көп нәрсеге пайдаланыла береді, хорошо? ING әлі герунди деген тақырыптарды болашақта өтеміз. Вот. Главное пока что бізде осы бітті, иә? Adjective order'ды түсіндік қой, біз қалай қолданатын. Сұрақ бар ма осы бойынша? Adjective order бойынша. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда біз ары қарай жылжи берейік, иә? Қазір енді біз comparative and superlative adjectives бойынша сөйлесетін боламыз. Давайте қарайық. Қазақ тілінде бізде бұны сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайы деп атайды. Орыс тілінде сравнительная, превосходная степень прилагательных деп атайды. Бірінші қарайық. Comparative деген не нәрсеге мысал айтайын? Жаңағы ұлпан, иә? Не нәрсеге мысал айтайын, соны жазыңыз. Adjective order тек кестедегі сөздер ме? Так, хорошо. Давайте мынаған қайтып келейік. Жоқ, достар, кестедегі сөздер ғана емес. Бұлар бізде тек қана мысал болып тұр. Біз кез келген мысалы, мына жерде smart десек болады. Кез келген біреу туралы ойымыз. Хорошо? Бізде мына реттілікті сақтап келеміз. Аналардың орны ауыссақ. Орны ауыссақ қате болады. Егер сіз уже, допустим, big, beautiful, young man десеңдер, онда қате. Beautiful, big, young man деп атау керек. Түсінікті ғой? Мысалы, blue, young, tall man десең, тоже қате. Tall, young, blue man деген сияқты болады бізде. Хорошо? Adjective order, мысалы, мына жерде мысал келтірейін, оған более нормальный мысал келтірейін. Тағы да қараңызшы, енді бізде бір нәрсені сипаттайықшы, мысалы, мына еркекті сипаттайық, иә? Көзі сығыр, мына кісіні сипаттайық. Шашы бұйра, Наруто типа. Вот, енді бұны сипаттайтын болсақ, біз бұны сипаттау үшін белгілі бір реттілікті ұстанамыз. Бірінші, бұл туралы ойымыз қандай біздің? Допустим, біз оны ақылды деп ойлаймыз. Smart. Хорошо? Одан кейін, ол бізде қандай болып тұр? Высокий болып тұр, иә? Кішкене аяғын сол жүрейік бай. Tall. Потом бізде thin. Арық болып тұр ғой? Немесе slim десек болады, иә? Так, бізде shape керек жоқ оның формасы. Тастап кете саламыз мына нәрсені. Young, жас болсын. Шашы бар ғой пока что. Young. Түсін, адамның түсін айтпай қойық. Chinese. Қандай матадан жасалған айтпай қойық. Кожаный ғой, иә? Tie, purpose айтпай қойық. Вот Chinese и потом man. Енді қараңыздар. Бізде man, какой-то адам, еркек, иә? Біз соны сипаттау үшін, міне, біз айтамыз, he's smart, tall, thin, young Chinese man. Түсінікті ғой? Біз
tall, young, thin, smart, Chinese деп айта алмаймыз. Chinese, thin, young, tall, smart деп айта алмаймыз. Мына реттілікті сақтауымыз керек. Бірінші біз smart-ты айтамыз, екінші tall-ды айтамыз, үшінші thin, төртінші young, бесінші Chinese. Біз мысалы мынаны тастап кетсек болады, без разницы. Главное бізде мына реттілік opinion, size, physical quality, shape, age, color, origin, material, type, purpose сақталып келу керек. Хорошо? Түсінікті ғой? Онда идем дальше. Артикль, смотря что мы имеем в виду, сөйлемге байланысты. Small, tall, thin, казах, старый, man. Так, small, бізде tall, хорошо. Thin, ага. Young, я, дұрыс. Smart, tall, man тоже дұрыс. Толерант общество деген біз екен, мы не осуждаем, но обсудим. Түсінікті ғой? Идем дальше. Сонымен мен ішім пісіп отырып жасаған типа дизайным comparative және superlative adjectivesқа көшейік. Сонымен қараңыз. Strong, stronger, the strongest деген сияқты ма? Я қазір оны түсіндіремін. Асықпаймыз, не бежим вперед поезда, достар. Қараңыздар, бізде сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі түрі деген нәрсе бар. Comparative деген сөз, compare деген сөзден шықты. Compare бір нәрсені салыстыру. Хорошо? Compare — сравнить. Допустим, let's compare these two phones. Давай сравним вот эти два телефона дейміз ғой. Вот. Яғни біз бір нәрсені салыстырамыз бір-бірімен. Енді бұл жерде қараңыздар. Мен екі нәрсені бір-бірімен салыстыру мүмкін. Көп адам шатаса. Мысалы, мына саусақпен мына саусақты, иә? Немесе мен мына саусақты мына 5 саусақпен салыстыру мүмкін. Осылармен. Главное, бұл жерде достар, мен салыстырып жатырмын. Айтады ғой, не сравнивай себя с другими дейді ғой. Біз бүгін сравнивать етеміз басқаларды бір-бірімен. Вот, мен мына саусақты мына саусақпен салыстырамын, а мен мына саусақты еще мына 5 саусақпен салыстырамын. Окей? То есть главное біз салыстырып тұрмыз. Superlative adjective ол бізде супер деген сөз. Супер, күшті, мықты деген сияқты. Я мысалы, умепай екеуі синоним. Супер деген, короче, күшейтіп тұр. То есть мына 5 саусағым бар ғой, 5 саусақтың ішіндегі ең күшігі мына саусағым десем, вот мен оны ішінен күшті қылып көрсетіп тұрмын. Окей? Қазір сол бойынша сөйлесетін боламыз. Енді қарайық. Бізде екі машина тұр. Біреуі Porsche Panamera, біреуі Moskvich. Аха. Қайсы бізде қымбатырақ? Porsche Panamera ма или Moskvich ма? Moskvich деп отырсың, иә? Әрине, Porsche Panamera бізде қымбатырақ. Қайсы әдемірек? Porsche Panamera ма, Moskvich па? Porsche әдемірек, иә? Қайсы тезірек? Porsche па, Moskvich па? Porsche, дұрыс. Қайсы жаңарақ? Porsche ма, Moskvich па? Аха. Қайсы ескірек? Porsche па, Moskvich па? Moskvich, иә? Қайсы медленныйлау деген қазақша қалай? Баяу, иә? Қайсы баяу? Лау, ну медленнее. Moskvich, иә? Қайсы арзандау? Moskvich. Видите? Бізде мына жақта Porsche тұр, мына жақта Moskvich тұр. Екеуін не істеп тұрмыз? Салыстырып тұрмыз. Иә? Сонда біз айта аламыз. Porsche. Так. Құрсын, Porsche жазуы мұқыт қой. Так. Porsche, если мен қате жазбасам, is, more expensive than Moskvich. И біз тура осы айта аламыз. Moskvich is less expensive than Porsche. То есть Porsche более дорогой, чем Moskvich. Moskvich менее дорогой, чем Porsche. Окей? Идем дальше. Енді қараңыздар. Comparative adjectives'ті жасаудың формуласын түсіндіремін. Пожалуйста, мына жерде оқыпты болып, барлығымыз экранға қараймыз, ешқайда алданбаймыз, себебі бұл нәрсе өте маңызды сөйлемді құрау. Біз бұны, достар, сначала былай екіге бөлеміз. А вариант және Б вариант. Неге былай екіге бөлдік? Себебі бұл жерде бізге бүгін қарайтын маңызды нәрсе сын есімнің қанша буыннан тұратыны. Яғни, егер бізде сын есім бірақ буыннан тұрса, бізде ереже басқаша. Ал екі буыннан көп болса, ереже басқаша. Енді қараңыздар, егер сын есім бір буын болса, бірінші есте сақтап алу керек нәрсе мынандай, достар. Comparative adjectives'та бізде than деген нәрсе болу міндетті. Бүкілінде than бар. Окей? Чем дегенді білдіреді. Енді қараймыз.
Бұл жағдайда бізде, допустим, салыстыратын бірінші зат N1 дейік, иә, плюс to be, am, is, are, was, were деген сияқты, иә. Потом жаңағы сын есімнің өзі, мысалы cheap деген бірақ буын ғой, иә, tall, потом оған r жалғаймыз, потом than, потом салыстыратын екінші зат. Мысалы, москвич Поршеға қарағанда арзан. Чип деген қанша буын? Чип бірақ буын, дұрыс па? Вот. Значит, біз айтамыз. Салыстыратын бірінші зат не? Москвич, иә? Москвич. To be is. Сын есім cheap. Біз оған r жалғаймыз. Cheaper. Потом не тұрады формула бойынша than. Видите, біз андай математика сияқты ғой. А квадрат плюс b квадрат тең c квадрат десе, аның орнына 5, b-ның орнына 3 деген цифралар беріліп тұрады ғой. Сол сияқты біз орындарын қоя саламыз. Cheaper than. Екінші салыстыратын нәрсе не бізде? Porsche. Porsche. Видите? Димаш Әділет Мұрат Әбділдаға қарағанда бой ұзынырақ. Не дейміз? Димаш Әділет is кеп тұр ғой, Димаш Әділет бірінші салыстыратын нәрсе, екінші to be, tall деген сын есім бізде, екеуі ауысып кетті ғой. Tall, потом r жалғаймыз, than, taller than, потом кім бізде? Мұрат Әбділда, иә? Мұрат Әбділда. Көрдік па? Формула оңай ма екен? Оңай екен, иә? Енді келесі туындайтын сұрақ. Егер бізде бірнеше буын болса не болады? Онда қараймыз. Салыстыратын бізде бірінші зат. Плюс to be. Плюс алдына more қоямыз. More. Немесе less, иә? Там егер менее десек болады, less. Плюс adjective сын есім өзі. И достар, сын есімге ештеңе жалғамаймыз біз. Плюс than. Ол бізде міндетті түрде болу керек. И салыстыратын екінші зат. Мысалы, турасы Porsche более дорогой, чем москвич деп айтамыз. Porsche. Бірінші салыстыратын нәрсе. Екінші is. More. Сын есім қандай? Expensive. Yeah. Expensive. Than москвич. Жоқ. More cheap деп айтамаймыз. Cheap қанша буын? Бірақ буын ғой. Cheaper. Ой, саусағым. Cheaper болады. Хорошо? Идем дальше. Тағы да бір мысал келтірейік. Handsome. Қанша буын? Handsome. Екі буын, иә? Біз айтсақ болады. Мұрат Әбділда is more handsome than Димаш Әділет. Димаш естімесін. Келеді ғой? Келеді, иә? Мен даже айтам, I am more beautiful than Моника Белуччи, мысалы, иә? Или Джиджи Хадид, иә? Или там Кайли Дженнер деп. I am десем болады, he is десек болады. Түсінікті ма? Давайте мен сіздерге мына жаққа бір сын есім, екі сын есім берейін. Сол сын есіммен сіздер сөйлем құраңыздарда чатқа жіберіңіздер, иә? Біріншісі салыстырмау, екі нәрсені салыстырып. Біріншісі smart болсын. Екіншісі бізде болсын екіншісі болсын бізде creative болсын, креативный, иә? Ой, нет, слишком тупой. Beautiful болса жарайды. Менде фантазия немного страдает. Smart және beautiful. Осы екі сын есіммен екі сөйлем жазып чатқа жіберіңіз. Мен қайын. I am smarter than Анеля. Хорошо, байқысы Анеля. More не үшін қой? More, когда бізде екі буын немесе көп буын болған кезде. То есть бірақ буын болса бізде, видите, more жоқ қой, r жалғадық. А көп буын болса алдына more қоймыз. I am smarter than my neighbor. Хорошо. Ойбай, сендердің өздерің туралы ойларың тым жоғары ғой, өздерің бәрі. I am smarter than that girl. Anna is smarter than Diana.
I'm smarter than Janelle. Бәрі андай бір жек көретін қыздардың жазып отырған иә. I'm smarter than Janelle, smarter than Anela деп. Smarter than others, smarter than my friends, smarter than me. Ага, видите, I'm smarter than others дейді. То есть, видите, өзін басқалармен салыстырып тұр жерде. У меня апай smarter than me, ну, это по-любому ғой, 100% факт. I'm smarter than you, I'm more beautiful than you, I'm more beautiful than Sabina, I'm more Аружан smarter than Дидар, I'm smarter. Түф, неткен, I'm smarter than Асель. Хорошо, мына жерде біреу I'm smarter than Асель деп қойыпты Зере. My cousin is more beautiful than my neighbor. Хорошо, Альберт Эйнштейн is smarter than me. Хорошо. My cat is more beautiful. Agar ke my cat is more beautiful, потому что beautiful бірнеше болған ғой. I am more beautiful than I'm smarter. Уми апай smarter than another teachers. Ойбай, басқа мұғалімдер ес қоймасын Арыстанның. Уми is more smarter than me. Қараңыздар, smart бірақ болған ғой, сол үшін smarter. Хорошо, more smart емес. More smarter қоспаймыз. Жөндейік, хорошо. Bella is more beautiful than Gigi. Уми апай is more beautiful than my teacher. I'm smarter. Гүлназ is smarter than my sister. Апай, бұлардың не айырмашылығы бар? Бұлардың айырмашылығы тек қана буынында, достар. Яғни қараңыздаршы, мен мына жақта жазып тұрмын ғой. Бізде бірақ буын болған кезде біз r жалғап тұрмыз. Ал екі буыннан көп буын болса, біз алдына more немесе less жалғаймыз. Видите? Expensive, 3 буын. Handsome, екі буын, иә. You the most beautiful in the world. Басқасымен кетті. Ойбай, уже. I am beautiful. Так, ойбай. У меня апай is more beautiful than Selena Gomez. Енді бар ондай типі. Түсінікті ғой сіздерге? Қайталап айтамын. Шаршап ұйықтап қалайын деп отырмын деймін, дорогой дневник. I am beautiful than you болады. I beautiful емес, потому что бізде видите, to be болу керек қой, иә? Am is, are, was, were, will be деген сияқты. Сонда қараңыздар, достар, мен қайталап айтамын. Бір буын болған, біз сол үшін мен A мен B деп бөлдім, хорошо? Бір буын сын есімге r жалғаймыз, ал екі буыннан көп, яғни көп буын болса, біз алдына more және adjective қоямыз, хорошо? То есть adjective'ның алдына more қоямыз. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма мынау бойынша? Сұрақ жоқ, иә? Так, или бар ма? Түсінбесеңіздер, прям қазір осы жерден айтыңыздар, мен сұрақты қойыңыздар. Мен айтам, sushi tastier than soup дейді. Прям қазір сұрақтарыңызды қойып тастаңыздар, чтобы мен жауап беретін. Себебі қазір мен келесі тақырыпқа көшемін уже. Ұялмаңыздар, қорықпаңыздар. Ешкім соны түсінбей жатыр ма деген сияқты токсик адам болмайды мына жерде. Түсіндік, иә? Бір буын болған кезде сын есімге r жалғаймыз, көп буын болған кезде алдына more жалғаймыз. Понял, дым түсінбедім дейді. Қараңыз. Мысалы, lovely болса more. Иә, lovely болса more қойылады. Структураны қалай жаттау? Просто жаттап алу керек, зубрить етіп тастау керек. Аружан, қараңыз, біз екі нәрсені салыстырып тұрмыз. Біздің қараңыз, мына жерде москвич пен Porsche тұр, дұрыс па? Мына жердегі москвич пен мына жердегі Porsche'ны бір-бірімен салыстырып тұрмыз ғой. И вот, салыстырғанда формула қандай? N1 деген бірінші салыстыратын нәрсе, ол москвич. N2 деген екінші салыстырып тұрған нәрсе. Иә, 2 немесе 3-тен көп буын болса, B кете береді. 4 буын болсын, 20 буын болсын, бізде алдына more қоя береді. Сонда қараңыздар. Біз енді формула қоямыз. Москвич, потом to be қоямыз, is. Біз москвич пен Поршені салыстырғанда, москвич Поршеға қарағанда арзанырақ деп. Арзан деген сын есім ғой, иә? Қандай арзан? Вот. И біз сын есімге r жалғаймыз. Видите, формула бойынша. Сол үшін cheaper than Porsche болып тұр. Димаш Адлет пен Мұрат Абділданы салыстырып тұрмыз. Димаш Адлет оған қарағанда ұзынырақ. Tall какой? Сын есім болып тұр ғой. Оған r жалғадық тоже. Taller than Мұрат Абділда деп. Так, clever деген бізде cleverer деп жүре береді, more clever деп жүре береді, ол сондай исключение. Мына жерде, видите, уже тура сол сияқты, просто сын есіміміз біздің мына жерде tall, cheap бірақ буын ғой, уже сын есім көп буын болып кетеді. Expensive, beautiful деп көп буын болып жатыр. Түсінікті ма? Сол үшін біз алдына more немесе less қоямыз. Біздің случайда more қойып тұрмыз ғой. Porsche москвичқа қарағанда қымбатырақ, видите? Expensive. 3 буыннан тұрған сын есім. Сол үшін алдына more қойдық. Окей? Онда ары қарай жылжи берейік. Келесі бізде суперлатив. Енді қарайық. Мынау бізде мынандай үйлер тұр. Давайте мына үйлер. Мынау Умивиль деген коттеджный городок. Койковый деген ол сын есім емес. Койковый деген ол үсте, оны бөліп өтеміз. Исключенияларды қазір мен түсіндіремін. Қарайық, мына үйлерді бәріне берейік. Допустим, мынау бізде так, мынау бізде Джастин Бибердің үйі болсын. Джастин Бибер
and Hailey, иә? Хейли деген қалай жазылады? Короче, Хейли мен Джастин Бибердің үйі болсын. Мынау бізде Кардашьяндардың үйі болсын. Бәрі бір үйде тұрады. Кардашьян family. Мынау Хадидтардың үйі болсын. Хадид. Мынау бізде, допустим, BTS-тің үйі болсын. BTS осы жерде тұрады. Мынау Қайрат Нұртастың үйі болсын. Қайрат Нұртас. Ну и соңына біз кімді қоямыз? Кім тұрсын мына жерде? The Weeknd'тің үйі болсын. Ал мына жерде кім тұрады деп ойлайсыздар? Мына үйде әрине мен тұрам. Уми апай. Мынау менің үйім. Вот енді қарай. Бізде Умивиль деген кішкентай коттеджный городок бар. Осы Джастин Бибер, Ким Кардашьяндар, Хадидтар, Қайрош не в тему. Мынандай үйге ақша шеткен ғой, енді осындай районда тұрушы ше. BTS тұрады, The Weeknd тұрады. Ну, BTS олар всегда андай анда-мында в разъездах жүреді, так что үй пустой өтеді. Ну, мына жерде мен тұрамын. Я? Вот. Қасымда еще Димаш әділет бар деп. И қараңыздар. Бізде мынандай бір қала бар, бір коттеджный городок, я? Осы қаланың ішіндегі ең қымбат үй кімнің үйі деп ойлайсыздар? Апа, менді алыңызшы үйге дейді. Ең қымбат үй кімнің үйі? Әрине, менің үйім, я? Ең әдемі үй кімдікі? Әрине, менің үйім. Ең уютный үй кімдікі? Әрине, менің үйім. Не дейміз тағы да? Аффирмация жасап отырық қой. Ең үлкен үй менікі, я? Бассейні бар үй менікі деп. Ең онша емес үй кімдікі? Қайроштікі, я? Андай. Дым даже байқұстың терезесі де жоқ екен ғой. Андай. Мына үйлер салынғанда андай остатоктан жасап алған ғой мына үйді. Қалған ағаштардан. И вот қараңыздар. Суперлатив деген не? То есть, это когда бізде какой-то бір орта бар. Сол ортадағы ең күшті бір нәрсені шығарып тұрмыз. То есть, біз салыстырып тұрған жоқпыз. Мен айта аламын. My house is more expensive than other people's house деп. Мен салыстыра аламын бұл нәрсені. Менің үйім басқалардікіне қарағанда қымбатырақ деп. Но мен айтқым келіп тұр, менің үйім ең қымбат үйім мына жақта деп. Видите? Біздің мысалы былай айта аламыз. Біздің, допустим, отбасындағы ең тупой адам, я? Қазақстандағы ең бай адам. Тағы да не дейміз? Алматыдағы ең әдемі адам деп, я? Қазір үйде онлайн сабақ өтіп отыр деп па. Тағы да не дейміз? Әлемдегі ең күші көп адам. Сыныптағы ең чорт адам десек, я? Ең андай үндемей қалған бір ұялшақ адам десек болады, я? Видите, біз бір какой-то топты алып отырмыз. Отбасындағы тупой адам, я? Сынып, ішінде ең ұялшақ адам. Алматы, ең әдемі адам. Қазақстан, ең бай адам. Әлем, ең мықты адам деген сияқты. Вот. И осының ішіндегі біз бір нәрсені ең күшті қылып көрсетіп тұрмыз. Ну, или ең чорт қылып көрсетіп тұрмыз. Вот сол нәрсе, достар, бізде суперлатив деп аталады. Сонда мен мына жерде айтамын. Уми апай's house is the most expensive house. The house емес па, но даже не ғой? In the city. Қаланың ішіне ең қымбат үй, я? Вот. Ал Қайроштың үйі. Қайрош house is the cheapest. Ең арзан. Is the cheapest. Или is the smallest. Ең кішкентай дейді, я? Is the smallest house in the city. Вот. Видите, біз алдық та қаланың ішіндегі ең қымбат, ең кішкентай үйді анықтадық. Енді қарайық, суперлатив сөйлемді қалай құрастырамыз. Тоже, достар, біз бұны екіге бөлеміз. A және B. Қандай принцип бойынша бөлеміз? Қайталап жіберейік. Не үшін A, B деп бөлеміз біз? Мына жерде біз еще міндетті түрде Z болу керек. Егер бізде компаративті than болса, мына жерде Z. Себебі
буын бойынша, иә? То есть, опять же, бір буын болғанда бізде басқа ереже, көп буын болған кезде бізде басқа ереже. Видите? Енді қараймыз. Бұл жерде бір нәрсені көрсетеміз, иә? Какой-то бір наун. Потом to be қоямыз. To be. Am, is, are, was, were, will be, иә? Потом is the. Потом сын есімнің өзін қоямыз. Потом оған s жағаймыз. Аха. Вот. И ары қарай басқа информация кетеді. Мысалы, былай айтсақ болады. Чингис хан is great деген қанша буын? Великий, great, бірақ буын, иә? Is, қарап, Чингис хан noun, to be is, the кетті, great деген adjective, greatest, is the greatest, king in the history десек болады, иә? In the history. King емес, ол даже emperor ғой, император, иә? Вот. Тағы да не десек болады? Einstein is емес қой, өліп қалды ғой ол. Қайтыс болып кетті ғой. Егер білмейтіндер болса, ол қайтыс болып кеткен. Was, потом уже өткен шақ, бұны кейін түсіреміз, иә? Was the smartest person. Видите, the smartest person ever. Когда-либо десек болады, иә? Вот, түсінікті ғой. Ал енді екі буын болған кезде жаңағы noun, потом to be, потом the-ның өзін қоямыз, одан кейін most кетеді бізде, достар. Most, потом сын есімнің өзі кетеді, ары қарай басқа информация. Иә? Онда Шыңғысханда was болады. Шыңғысхан қазірдің өзінде де күліп қойған ғой, анда was болсасын, иә? Was. Допустим, ең қымбат телефон қандай? iPhone 14 Pro Max 1 терабайт. iPhone 14 Pro Max 1 терабайт is the most expensive деген көп қой бізде, дұрыс па? Is the most expensive phone in the world. In the world. Вот. Енді қауалесіздер, сіздердің ойларыңызша да енді кім әлемдегі ең әдемі әйел? Мандай қазір уми апай, мама, сестра, тетя деген тема өтпейді. Объективно, допустим, Кайли Дженнер деген сияқты, иә? Мысалы, менің ойымша ол Моника Белуччи. Түф. Соскылы. Кім айтады 50-де деп, иә, жасын? Қазір қызын көрсетем. Мынау қызы. Қазір жасын. Вот. Дева. Мынау мамасы екеуі. Папасын көрсетейін қазір. Мынау папасы. Тоже соска. Просто андай кішкене түрі басқаша болып тұр. Папасы француз, шешесі итальянка. Вот. Ну вот. То есть, біз мысалы, егер Моника Белуччи деген ойдан бәріміз бір жерден шықсақ, біз айта аламыз. Моника Белуччи is түф, Джейн деп қоймады ғой тура. Кей-поперлар. Is the most beautiful. Beautiful тоже көп буын ғой. Beautiful woman in the world. Yeah? In the world. Тоже әлем деңгейінде отырмыз. Түсінікті болып тұр ма? Давайте мен сіздерге қазір екі сын есім берем. Сіздер сонымен сөйлем құрастырып, маған чатқа жіберіңіздер, иә? Давайте былай болайық. Так. Cute. Да? Кто, по-вашему, самый милый? Және ұзыны болсын. Так. Embarrassing болсын. Ұятты.
бір зат болуы мүмкін, адам болуы мүмкін, там бір ситуация болуы мүмкін. Иә, мысалы, yesterday's meeting was the most embarrassing meeting in my life. Кешегі кездесу менің ең ұят кездесу болды деген сияқты. Допустим, бірінші свиданияда там жылап кетіп қалды деген сияқты. У меня апа is the cutest апа ever. Түф, қоймайды енді. My little brother is the most cutest. Қараңыз, cute, бірақ бұның алдына most қоймаймыз. Просто cutest. Хорошо? Most болса, біз сын есімге дым жалғамаймыз. Жарай ма? Қайтадан жазып. My little brother is the cutest. I am the cutest. Да, назар істемеңіз, салыстырып тұрған жоқсыз. I am the cutest in my family десеңіз болады. Отбасында. My cat is the cutest animal. Alina is the cutest girl in my life. Ойбай. Алиночка, двали сама. Ой, маған осыны жақсарту керек екен дейді. Так, Jenny is the cutest girl in the world. My little sister is the cutest girl. Нура is the most cuter. Most cuter деген болмайды. Ну, во-первых, біз қазір суперлатив R деген нәрсе жоқ. S қана. Во-первых, cute-қа біз S жалғаймыз. Потому что бірақ бұл ғой. Салыстырып тұрған жоқпыз. Han, so he is the cutest actor in the... My little sister is the cutest girl. Honey is the most cutest. Most керек емес, просто cutest. My sister cutest. My girlfriend is the most cutest. Так, Ерасыл, my girlfriend is the most cutest емес, is the cutest. Most қоймаймыз, достар. Бірақ бір болған кезде most қоймаймыз. Yesterday was the most embarrassing day. Дұрыс, күшті болады. Кешегі күн ең андай ұятты күн болды, иә? Instasamka song is the most embarrassing song ever. Хорошо. Не помню имена, лица, номера. Я помню только пин-код, виза MasterCard. My friend is the most cute. Достар, қайталап айтамын. Cute-қа most қоймаймыз. Cute, бірақ бұн. Мен не үшін мына жақта сіздерге бұны А, Б деп бөліп әлек болып отырмын. Не үшін мен мына жақта бір буын, екі буын деп жазып отырмын. Себебі сын есім бірақ буын болса, most қоймаймыз, more қоймаймыз. S суперлатив болса, R comparative болса қоямыз. Окей? Cutest. Так, Jenny is the most embarrassing woman. In the woman деген жоқ, әйелдің ішінде деп айтамайсың ғой. This song is the most embarrassing. Then other songs демеңіз, просто this song is the most embarrassing song десеңіздер болады. Хорошо. Салыстырмаңыздар, пожалуйста. Сіздер просто күшті деп атсыздар. Салыстырсаңыздар, сіздер компаративті қолдан кетесіздер. Today was the most embarrassing day. Хорошо, келеді. Түсіндік қой. Достар, қайталап айтамын. Бірақ буын болса, біз est суперативті, компаративті R жалғаймыз. Көп буын болса, біз more немесе most жалғаймыз. Салыстыру мен күшейтуді ажырата біліңіздер. Біз екі нәрсені салыстырып тұрған жоқпыз мына жерде. Просто бір нәрсенің күшті екен. Бізге пофиг на остальных. Не болатыр, без разницы. Главное, біз мынаны күшті деп көрсетіп тұрмыз. Окей? Ары қарай, давайте қараймыз. Енді, пожалуйста, давайте өлең тыңдайық, иә? До конца тыңдамаймыз, но тыңдаймыз. Мынандай өлең. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Oh my God, Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle,
and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you, but my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. 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 Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new, but if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Енді мен сіздерге бұл өлеңді просто так тыңдатқан жоқпын. Бұл жерде де өзінің причинасы бар. Мен неге еті нәрсені просто так жасамаймын деп па? Достар, өлеңнің аты қалай екен? Өлеңнің аты қандай? Жазыңыздаршы. Өлеңнің аты бізде happier. Дұрыс па? Енді, пожалуйста, айтыңыздаршы. Happy деген қанша буын? Буынға бөліңіздерші happy деген сөзді. I wish all the teachers who were like me пойдем. Ай-вай. Скрин алайын. Happy, достар, екі буын. Happy. Бірақ, неге Эд Ширан, запомните мына нәрсе, Эд Ширан өлеңдерінде грамматиканы четко қолданады. Бүкіл грамматический структура ол прям қатесіз қолданады. Көп өлеңдерде спекингте грамматиканы пайдаланбайды ғой. Бірақ неге more happy емес, неге happier? Себебі мен айттым ғой, екі буын және одан көп буын болса, біз алдына more қоямыз деп. Неге бізде more happy деген болмайды? Дұрыс, ол дұрыс қолданып тұр. Happier. Себебі, достар, бұл жерде мынандай нәрсе бар. Помните, біз өткенде кеше ғана сабақта baby дегеннің көпше түрі babies болып кетті ғой. Не себепті? Ой, так. Babies. Себебі бізде y және онда дауыссыз өстірді. Тура сол сияқты, қараңыздар, бізде соңында y және оның алдында дауыссыз дыбыс тұрса, бізде er, es болып кетеді. Яғни қараңыздар, достар, 20 буын болсын, 10 буын болсын, 40 буын болсын, 5 буын болсын, не важно. Егер ол y мен аяқталып алдында дауыссыз дыбыс тұрса, онда er, es болып кетеді. Happier, the happiest. Допустим, easy, жеңіл, я? Не болып кетеді? Easier, потом the easiest. Дұрыс па? Heavy деген тяжелый. Heavier, так, heavier, потом the heaviest. Heaviest. Ага, pretty деген сөз. Тоже y мен аяқта тұратын дауысты тұр ғой. Prettier, the prettiest. The prettiest. Я, friendly тоже келеді. Friendly, так, friendlier. Түсінікті ма мына нәрсе? Енді қараңыздар. Бұл нәрсемізді еске сақтап аламыз. Хорошо? Бұлар тестте бізде келеді. Сонда бізге не важно? Pretty, екі буын. Easy, heavy, happy, я? Friendly, екі буыннан тұр. Но біз er, es шығаймыз, себебі y және алдында дауыссыз. Мысалы айтады ғой. Baby, you look happier, you do, да? То есть ты выглядишь счастливее, чем ты есть на самом деле, я? То есть, видите, салыстырып тұр ғой, өзін басқа несімен. Family деген ол уже зат есім, достар. Шаймаңдар деп. Хорошо. Енді мен сіздерге, қазір бізде 5 минут уақыт бар, мен сіздерге бұл нәрсені тез көрсетіп шығайын. В принципе, бізде уже тақырып почти бітті. Келесі тақырыпта, может, осы бойынша біз жаттығу еще орындаймыз. Хорошо, бірге отырып. Қараңыздар. Бұл нәрсе бізде, ойбай, irregular adjectives деп аталады. Сіздерде тестта
сіздерден irregular adjectives деп сұрайды. Неге irregular adjectives? Яғни бұлардың салыстырмалы күшейтпелі түрі er, est, more, most емес, басқаша жасалады. Сіздер оны білесіздер. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Old, older, the oldest. Достар, мына жерден түсінбей отпаңыздар. Салыстырмалы түрінде gooder, more good емес, better. Хорошо? Better, more bad емес, worse. Салыстырмалы және күшейтпелі түрінде. Еще old'тың бізде elder және the eldest дейміз. Разницасын кім біледі? Elder мен older'ның разницасы қандай? Жазыңыздаршы. Eldest, far, further, the furthest. Так, бізде еще бар. Little, less, the least. Так, few мен little бірге. Потом much, many, more, the most. Жоқ, қараңыздар. Older, бізде, смотрите, old, older, the oldest бар, и old, elder, the eldest бар. Мынандай нәрсе. Elder мен the eldest бізде туысқандардың арасында қолданылады. То есть, допустим, my sister is elder than me. Хорошо? Ал older ол басқалардың арасында қолданылады. Мысалы, my friend is older than me деген сияқты. Яғни біз туысқандардың арасында қолдансақ, біз elder'ды қолданған дұрыс. Elder'ды туысқандардан басқалармен қолданған нежелательно. Окей? Түсінікті болды ма сіздерге? Сұрақ бар ма? Happier болады, сонда ол кіммен салыстырып тұр? Мысалы, ол былай айтып тұр, қараңыздар. You look happier. Мысалы, былай айтты. You happier than you were yesterday. То есть, мына жерде өзінің кешегі состояниясымен салыстырып тұр. You were happier, yeah? Или даже мына жерде than you were yesterday дегенде айтпасақ та болады. Ты выглядишь счастливее. То есть, мына кезде, допустим, Аружанға келеді, oh, you look happier today, да? То есть, Аружан вечно дын-садик болып жүреді, дым намайды, недовольная болып, иә? А бүгін такая мәз көйлек киіп алып жүрсің. Басқа кезге қарағанда сен счастливее көрініп тұрсың дейді. Хорошо? Егер сұрақтарыңыз болса қойып тастаңыздар, егер сұрақтарыңыз болмаса, онда всем пока. Келесі сабақ біз осы тақырып бойынша әлі жұмыс жасаймыз, және жаңа тақырып өтеміз. Окей? Сұрақтарыңыз болса, қазір қойып тастаңыздар. Презентацияны мен жіберіп қоямын сіздерге. Эд Ширанды тыңдаймыз. Так. И чатқа келесі қандай өлең тыңдауларыңыз келеді, соны жазыңыздар.